еркекше сөйлейтін, еркекше жүретін, еркекше іс-әрекет жасайтын әйелдер көбейді. Бұттағы шалбардың өзі әйелді, жаңағы әйелдік қасиетінен ажыратты. Неге десең, көйлек деген адамды бір түрлі бір кәдімгідей бір әдемі қалыпқа салады. Сенің артық кем жеріңді жасырып тұрады. Көйлек киген адам өзінің жүрісін де түзеп жүреді. Көйлек деген әйелді адамның бір сәні ғой. Орамал мен көйлек әйелдің бір сәні. Бұрын мысал үшін көйлегінің астында не бар екен деп жүрсің, қазір соның бәрі ашық. Ешқандай әлгі жастардың сөзімен айтқанда ешқандай романтика ештеме қалған жоқ. Жігіт қызығатын ештеме қалмады. Сол бір жағынан сол жігіттердің де әсері болу керек. Қасында шалбар киіп бара жатқан, тура өзінен аумайтын, қызбен кетіп бара жатқан жігіттердің не ойлайтынын білмеймін.